сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Жаңа әңгімені қабыл алыңыздар. Бір үміттің жетегімен алға жылжыған Жамалдың оқиғасы. Үмітіңіз үзілмесін. Кешкі қонақтың дастарханын дайындап болған Жамал жаз үйге қазанды қарауға шықты. Есіктен кіре бергенде еттің иісінен жүрегі айнып кетті. Бір лоқсып алды. Ойына ешқандай секем алмастан шаруасын жасай бастады. Қытымыр қыстың орнына жаратылысты жаңартып, көктемнің келген кезі еді. Соңғы уақытта Жамалдың мазасы болмай жүр. Қанша ерте жатса да үнемі бас ауырып тұрады. Шаршап қала беретін болыпты. Осы айдағы айлық белгісі де тамшылап 10 күнде кетіп болмады. Ертең жұмысқа кетемін деген күні жолдасына: «Ермек, мен де сенімен бірге ауданға барып қара алып келсем деп едім» деді. «Апама ескерттің бе?» деген Ермекке: «Қойшы, қалай айтамын, ұят емес пе?» дегені. «Ұяты несі, ол да әйел адам. Сені сол түсінбесе, мен қайдан түсінемін?» Әрі үндемей кетіп қалғаның ыңғайсыз болар. «Ұялсаң мен айтайын» деп орнына көтерілді. «Қайда барасың? Өзім айтармын. Қазір келемін» деп бөлмеден шығып кетті. Таңғы көлікпен ауданға келген екеуі бірден емханаға келді. Сыртында гинеколог деген жазылған кабинеттің алды кезекке толы екен. Соңғы болып тұрып күтуге тура келді. Оның артынан да келушілер толастар емес. Түске дейін кіре алсам болар еді деп қипақтап қояды. Ермек өз шаруаларымен базар аралап кетті. Керек болсам хабарласарсың деген. 2 сағат дегенде кезегі жетті-ау. Ішке кіре шаруасын айтты. Тексеру креслосына шығарып қарап болған дәрігер медбикесіне УЗИге жолдама берші дегені. Сосын өзіне қарап: «Бар, айналайын, 2-ші қабатқа барып УЗИ жасатып келші. Сосын кезексіз кірерсің» деп орнына отырды да: «Келесі кірің» деп айтты. Қолына жолдама ұстаған Жамал 2-ші қабатқа түсті. Бұл жерде де кезекке тап болды. Қайта адам көп емес. Бірақ түскі үзіліске шығар уақыт таяп қалды. Ермек хабарласып, төменде күтіп отырғанын жеткізді. Кезегі келіп ішке кірді. Қолындағы жолдамасын ұсынды. Дәрігер қасындағы кушетканы көрсетіп: «Мына жерге жатыңыз» деп қолына аппаратын алып тексере бастады. «Соңғы айлығыңыз қашан келді?» «Осы уақытта келіп жүр, 10 күндей болып қалды» деп жауап берді. «Сенімдісіз бе?» деген дәрігерге «Неге олай дедіңіз?» деп қарсы сұрақ қойды. «Сіздің аяғыңыз ауыр, бірақ қазір түсіп қалу қаупі болып тұр. Тезірек ауруханаға жатыңыз. Манағы дәрігерге барып ауруханаға жолдама алыңыз да осы бойы барып жатыңыз. Міне қағазыңыз» деп қолына бір парақты ұстатты. Жамалда түсініксіз сезім. Есік алдына шығып тұрып қалды. Жыларын не қуанарын білмеді. Тұрмысқа шыққалы 2 жылдан бері армандап келе жатқан емес пе? Қалайша қауіп бар. «Қой, тезірек барайын» деп жоғары қабатқа көтерілді. Келсе есік жабық. Түскі үзіліске кетіп қалыпты. «Қап, енді қайттым, 2 сағат тағы күту керек» деп ойлап үлгергенше телефоны шырылдап қоя берді. Ермек екен. «Әлі кірмедің бе?» деді. «Кіріп шықтым. УЗИге жіберіп еді. Қайта келсем кетіп қалыпты. Түстен кейін тағы келу керек» деп жауап берді. Даусында діріл бар. Үмітпен алға жылжыған Жамалдың басынан өткен оқиғасы. «Онда ас ішіп алайық, таң атқалы нәр татпадың. Жақын маңда асхана бар сияқты еді». «Төменге түс онда» деді Ермек. Емханадан шығып айналаны қарап еді. Әрігіректегі ғимараттың сыртындағы асхана деген жазуға көздері түсті. Келіп үстелге жайғасты да тамақтарын алып астанып алды. Жамал Ермекке айтар-айтпасын білмеді. Әзірге күте тұрайын деп сырын бүгіп қалды. Кабинеттің алдына ертерек келіп отырып алды. Бір мезгілде дәрігер де келді. «Мұны көріп түстің бе?» деді. Жамал қолындағы қағазын берді. Ішке кіргізіп үстелге жайғасты да: «Өзім де осылай шығар деп едім. Қарағым, сенің аяғың ауыр. Бірақ тез арада ауруханаға жатып емделу керек. Әйтпесе балаңды түсіріп аласың. Қазір жолдама жазып беремін. Ол жақтың дәрігері кетіп қалмай тұрғанда орналасатын бол, ұқтың ба?» деп Жамалға ұрса қарады. Жамал үндемеді. Жауап қатқанда не дейді? Дәрігердің берген қағаздарын алып төменге түсті. Ермектің жанына келіп: «Ауруханаға жату керек деп жатыр» деді. Түсінбеген Ермек неге деп сұраулы жүзбен қарады. «Жүрші, сыртқа шыққан соң айтамын» деп қолынан сүйрелей жөнелді. Есік алдына шыққан соң барып бір тоқтады. «Ермек, білесің бе, менің аяғым ауыр екен. Бірақ қауіп бар. Ауруханаға жат деп жатыр. Жатайын ба?» дегені қызарақтап. «Жатайын ба дегені несі? Жат десе жат». «Тоқта, не дейсің, рас па?» деп Ермек қуанып кетті.
бетіндегі қуаныштың табын аңғару қиын емес еді. Рас, өзім де басында сенбей қалдым. Қалайша деп, алдында барған дәрігер Кінәрат сенен емделу керек деген жоқ па еді? Сондай қуанып тұрмын, бірақ қорқып та тұрмын. Бойыма бітпей жатып түсіріп аламын ба деп кемсеңдей бастады. Қайдағын айтпашы, бәрі жақсы болады. Жүр, керектеріңді алайық, ауруханаға апарып салайын. Кешкі пойызға дейін керектерімді түгендеп берейін. Қайта еріп келгенім жақсы болған екен. Жалғыз өзің шырылдап қалады екенсің. Мына жерде такси тоқтар ма екен деп, ермек жолдың бойына қарай бет алды. Ауруханаға жақын жердегі дүкеннен керектерін алған екеуі қабылдау бөліміне келді. Жамалды бірден қабылдап дәрігер шақыртты. Дәрігер келе қағаздарын тексерді де, жоғарыға барып орналастыра бер, шамалдан соң барып тексеремін. Мына жақта босанатын келіншек түсіп жатыр деп асығып кетіп қалды. Қасына ерген санитар екінші қабаттағы палатаның біреуіне әкеліп пакеттерін қойды да, заттарыңды орналастыра бер, қазір постель беремін деп шыға жөнелді. Палатада екі келіншек жатыр. Бірден танысып алды. Ермекке хабарласып орналасқанын жеткізді. Сосын ауылға енесіне қоңырау шалды. Бұл орналасқанша Ермек хабарласып үлгеріпті. Қанша жат десе жата бер, ауылға алаңдама, керектеріңді айтып отыр. Ауылдан қатынаған көліктен салып отырармын деп жатты енесі. Бір-екі сағаттан соң санитар келіп, Асанова Жамал деген сен бе? Дәрігер шақырып жатыр. Жүр, ертіп барайын деді. Сыртында тексеру кабинеті деген жазуы бар есікті ашты да, кірсін бе деді. Кірсін деген жауапты естіген Жамал ішке енді. Жамалды тексеріп, қағаздарын қарап болған соң, биязы даусымен Жамалжан, айналайын. Былай келісіп алайық, менің айтқандарымды бұлжытпай орындайсың. Қазір палатаңа барасың да, аяғыңды жоғары көтеріп жатасың. Орнынан тұруға болмайды. Түсіндің бе? Мен қашан тұр демейінше тұруға болмайды дей бергенде, дәретханашы деді қысыла. Дәретхана ішінде жайлап баруыңа болады. Онда да тек дәретханаға, басқа уақытта тек жатасың. Медбике система уколдарын салып бастайды. Бар енді, бара бер деді. Дәрігер, айтыңызшы, сақтап қалуға бола ма деген Жамалға, әрине қолымыздан келгені жасаймыз. Сен де айтқанды тыңдасаң болды, уайымдама. Бәрі жақсы болады. Айтпақшы, бірден айтайын, 10 шақты күн жатасың. 2 күннен соң тәуір болдым, кетейінші деп қиғылыққа салуш болма, деді де әрі қарай сөзін жалғастырып. Бар енді, көзің жаудыреп жылағалы тұрсың. Айттым ғой, қорықпа. Бәрі жақсы болады деп есікті ашты да, Жангүл деді бар даусымен. Арғы жақта медбике ау деп жауап қатты. Асанованың дәрілерін жазып қойдым. Бастай бер деді де Жамалға қарап, бар дедім емес пе, не істеп тұрсың деп есікті жауып кабинетке кіріп кетті. Палатаға келіп дәрігердің айтқанын орындады. Медбике келіп система қойып кетті. 1:07-ге дейін Жамалды орнына тұрғызбады. Қызылы басылған соң орнынан тұруына рұқсат етті. Әлі де 5-6 күн бақылауда ұстаймыз деп шығармады. Ермек те енесі де телефонмен хабарласып отырды. Жата бер, мен қайтатын уақытта қайтатын шығарсың деп әзілдеді Ермек. Онсыз да солай болатын сияқты деп жауап қатты. Ермек жұмыстан оралатын күні Жамал да ауруханадан шықты. Емдеуші дәрігер емханаға барып есепке тұруын ескертті. Аудан орталығында әкесінің інісі, яғни аға жеңгесі тұратұғын. Жеңгесі ауруханада жатқан уақытында үзбей тамақтасып тұрды. Жамалды шығарып алуға такси жалдап жетіпті. Үйге келіп асықпай жуынып тынығып алды. Жеңгесі, күйеу бала кешкі пойыздан түсетін беді. Онда мен тамақ салайын деп шаруасына кірісті. Кешкі пойыздан түсіп Ермекте келді. Бәрі мәре-сәре болып дастархан басына жайғасты. Түстен кейінгі ауылдың көлігіне үлгеру үшін ертемен ертелетіп емханаға келген екеуі дәрігерді күтіп отырып қалды. Дәрігер келісімен Жамалдың қағаздарын қарап шығып, қазір қалай, жақсысың ба? Ішің ауырып мазалап тұрған жоқ па? Жақсы болдым деме, өз-өзіңді күт. Ауыр көтерме, аш қарынға келіп бедің, анализ тапсырып кетші. Келесіде 1 айдан кейін келерсің деді. Медбикенің берген қағазымен төменге түсіп, анализ тапсырып болған соң үйге қайтты. Түстен соң ауылдың көлігімен жолға шықты. Ауылға оралған соң енесі ештеңе жасатпады. Арада 1 ай өткен соң кезекті тексеріс үшін ауданға келді. Осы уақытта Ермек те вахталық жұмыстан келу керек болатын. 15 жасап 15 демалатын. Емханаға келген Жамал дәрігер қабылдауына кірді. Қағаз жазып отырып басын көтерген медбике дәрігерге қарап, алдындағы анализ осы келіншектікі болу керек, Асановасың ба деп Жамалға қарады. Мен деген Жамал тағы не болды дегенде дәрігерге түсінбей қарады.
Кел, отыршы, тыңдашы, алдында анализ тапсырып кетіп едің ғой, есіңде ме? Сол дұрыс шықпапты, синдром Даунаға риск бар деп тұр. Титр тым жоғары, баланы алдыру керек дегенде Жамалдың дыбысы шықпай қалды. Қайдағы Дауна? УЗИде онда ештеңе айтқан жоқ қой. Ол қайдан шыққан, деді күмілжіп. Анализді УЗИден кейін тапсырған жоқсың ба? Не баланы алдыр, не қалаға барып, генетикке барып, кіндіктен қан алдыр деп дік ете қалды. Мына сөзі Жамалға ұнамай қалды. Бірден тарс еткізген несі деп ойлап үлгерген Жамал, баланы алдырған несі, алдырмаймын. Бар десеңіз генетикке барып келейін деп жауап қатты. Қазір сенде 15-16 апта болып тұр, барсаң бар, бірақ олардың да айтар осы деген дәрігер, мен айтып болдым дегенде түр танытты. Мен Бекеге қарап, ана мен бала орталығына жолдама бер, барсын. Біздің айтқанымыз тыңдай ма бұлар? Өз дегендері болмаса, ертең сосын балам ауру деп зар еңіреп отырғандары, деп күңкілдеп қояды. Қорықпаңыз, ауру болып жатырса, сізден көрмеспін деп Жамал ренжіп шығып кетті. Үйге келгенде бет әлпетінің онша еместігін жеңгесі аңғарып қалды ма бірден. Не болды қыз-ау, түрің өрт сөндіргендей түтігіп тұр ғой. Аманшылық па деп асты үстіне түсті. Жамал дәрігердің айтқанын жеткізді. Олар оттай береді, қайдағы ауру? Сандырақтамасын, тұқымдарыңда ауру жоқ. Қайдағыны шығармасын. Уайымдама, үмітсіз шайтан деген үмітіңді үзбе. Бәрі жақсы болады, бір үміттің болар анық. Құдайдан дұға ет. Барлығы Алланың қолында. Бар десе қалаға барып кел, деді жеңгесі Жамалға басу айтып. Мына сөздерден соң кішкене есін жиғандай болды. Бірақ көңілінде бір үрей, бір үміт. Кешке ермек келген соң ақылдасып қалаға баратын болып шешті. Енесіне хабарласып, дәрігердің айтқанын жеткізді. Ол кісі де уайымдап қалды. Не дейін балам, бастысы уайымдама, іштегі балаға әсер етіп жүр. Басқа салғанын көрерміз деп күрсінді. Сөз арасында жеңгесі де, айтпақшы ұмытып барамын, әлгі кіндіктен қан алдырып жүрме, балаға зияны тиіп кетіп жүр деп ақылын айтып қалды. Қалаға келіп генетик қабылдауында болды. Егде жастағы әйел адам екен. Қағаздарын мұқият қарап шығып екеуіне біраз сұрақ қойды. Бір мезгілде көзіндегі көзілдірігін шешіп алдына қойды да Жамалға қарап, адамдық тұрғыдан өзіңді түсініп отырмын. Бірақ біз дәрігерлер анализге қарап айтамыз. Әлі де ойланып көрсең қайтеді? Басың жас, тағы да болар, деді. Жамал үнсіз басын шайқады. Жақсы дегенің болсын. Шешіміңе қарсы шығуға қақымыз жоқ. Кіндіктен қан алдырудан бас тартамын деген қағазға қолыңды қойып бер. 2-3 триместрдегі УЗИ қорытындысымен келіп кетерсің, деген дәрігер қағаздарын жиыстырып Жамалға қайтарып берді. Жамал ай сайынғы тексерістерін қалдырмады. УЗИ қорытындылары да қорқынышты ештеңе айтпады. Бәрі жақсы деп шығарып салды. Жамалдың босанар уақыты желтоқсанда болатын. Уақыты жақындағанда енесі ойбайлап ауданға жіберді. Аяқ асты толғатып қалсаң қайтесің? Әрі ермек те болмай қалса қиналып қалармыз деп қоймады. Ауданға келген Жамал аға жеңгесінің үйіне орналасты. Келесі күні дәрігер қабылдауына келді. Ішін тыңдап өлшеп тексеріп болған соң дәрігер, Асанова, сенің қалаға барғаның дұрыс болар. Қанша дегенмен қаланың аты қала. Аппараттар бар дегендей. Ертең мұнда балаңа көмек қажет болып қалса қайтесің? Ақылымды тыңдасаң қалаға кет, деді. Неге қалаға баруым керек? Соңғы анализдерін бәрі дұрыс деп түсінбей қалды. Соңғы анализ дұрыс болғанмен мына анализ бәрін құртып тұрған жоқ па? Расымен осындай болса ше, онда қайтпесің деп өзіне сұраулы жүзбен қарады. Қайтушы едім, далаға тастамайтын анық. Сіз де қоймадыңыз ғой, не болса да бұйырғаны болар. Қала десеңіз оны да көрерміз деп орнынан тұрды. Дәрігердің сөздері ұнамай қалған болатын. Ермекпен, енесімен ақылдасып қалаға баратын болды. Қаладағы Ермектің әпкесінің үйіне келді. Әпкесі қаладағы таныстарына шығып, облыстық перзентханадағы дәрігермен келісіп қойды. Толғақ басталған күні әпкесі дәрігерге хабарласып, Жамалды өзі жеткізіп салды. Таныс дәрігер өзі қабылдап, босандыру бөлмесіне әкелді. Бұрын соның толғақтың не екенін көрмеген Жамал бір азапты басынан өткерді. Таныстың аты таныс. Балалар дәрігерін шақыртып, қасынан өзі шықпай, өзі босандырып алды. Шар еткен нәрестенің даусын естіген Жамал, дәрігер, бәрі дұрыс па, деді. Қазір қарайық, салмағын өлшейік деп баламен айналысып жатқан дәрігер кері бұрылып, мамасы, қорықпаңыз, балаңыз сап-сау деп күлімсіреп, Жамал терең тыныстады. Ішінен бір ауыр жүк түскенде жеңілдеп қалды. Қайтсын енді, қанша айдан бері іштен тынып уайыммен жүрген болатын. Өз-өзіне келген соң әуелі Ермекке хабарласты. Сонан соң өз анасы мен енесіне кезек қоңырау соқты. Балам, амансың ба? Қалың қалай? Жақсысың ба?
жыртық деме, бірдеңеден саусың ба, еш жерің ауырып тұрған жоқ па деген енесінің сөздерін соңғы жақтар күмілжіп кетті. Не сұрарын не сұрамасын білмей қиналып тұрғанын түсінген Жамал: апа, қорықпаңыз, өзім де жақсымын, бала да сау деді. Ал, құдайға шүкір, аман болсаңдар болғаны, деген енесінің сөзінен жылап тұрғанын түсінді. Арада 4-5 күннен соң ермек келіп шулатып ауруханадан шығарып алды. Ауылға келіп дүркіретіп шілтехана тойын өткізді. Бір күнде 20 қыздың ортасына дүниеге келген жалғыз батырдың есімін әжесі ырымдап Амангелді қойды. Қандай жағдай болса да үмітіңіз үзілмесін.